Армысыздар YouTube көрермендер. Бүгін сіздерге балық майы не істейді, қандай емді қасиеттері бар, сол жайында айтатын боламын. Өзіміздің күнделікті тұрмыста пайдаланылатын балық майын ағзамызға берер пайдасын көбіміз біле бермейміз. Балықтың бауырынан дайындалатын май әлемнің түпкір-түпкірінде үлкен сұранысқа ие. Қазіргі уақытта базарлар мен түрлі сатылым дүкендерінде балық майын екі түрі ұсынылған. Оның бірі сұйық және бірі қою капсула түрінде. Дегенмен сұйық күйінде кездесетін балық майының бағасы арзандау. Есесіне қою май сапалы әрі жағымсыз иіс бермейді. Аталмыш майдың адам ағзасына берер пайдасы орасан зор. Құрамына келер болсақ, йод, фосфор, сондай-ақ Е, Д, А витаминдері кездеседі. Медицина саласында жиі қолданылатын аталмыш май тұтынушылардың да сұранысына ие. Жүрек ауруларынан бастап семіздікпен күресу үшін таптырмас бірден-бір ем. Балық майының құрамында кездесетін омега-3 майлы кислоты адам ағзасында маңызды рөл атқарады. Әсіресе мидың жұмысын реттеп, ойлау, есте сақтау секілді қабілеттерді жақсартады. Балық майын емдік, дәрі-дәрмек түрінде қолданудың нәтижесі бірнеше аурудан айығуға себепші болмақ. Атап айтар болсақ, артериалдық қан қысымының жақсаруы, құрғақ терінің нәрленуі, рак, артрит, жүрек аурулары, ағзадағы ген қызметінің реттелуі. Сондай-ақ балық майын дұрыс тұтынудың арқасында бұлшық еттерді қатайтып күш жинай аласыз. Ал майдың қолдану тәсіліне келер болсақ, пайдаланудың бірнеше түрі бар. Мысалы, Америкалық жүрек ассоциациясы майды қолданудың ең төменгі дозасын таңдап отыр. Яғни күніне 0,5 граммнан 2 граммға дейін. Ал көбіне тұтынушылардың пайдаланылатын дозасы одан көбірек. Мысалы, тамақпен бірге майдың 1-2 граммын күніне 2-3 рет қайталап қолдануға болады. Осылайша, бір ғана балық майын пайдалана отырып, бірнеше дерттің шипасын табуға болады. Балық майы зат алмасуды жылдамдатады. Балықтан жасалған тағам түрлерін балаларыңызға аптасына 2 рет дайындап берсеңіз, оларды шаш түсуінен, тіс ауруларынан қорғайсыз. Бірақ қуырып емес, сорпа етіп қайнатып немесе ыстық пеште булап пісірген дұрыс. Балық майын аш қарынға ішпеңіз, әйтпесе жүрегіңіз айнып, мазаңызды алады. Оны тамақпен бірге қабылдау керек. Балық майындағы ретинол іріңдеген жараны тез жазады. Бірақ ең мықты ем сынған сүйек арасына жағу. Қазақ сынықшылары балық майын жағу арқылы сынған сүйекті қалпына келтіреді. Жүктілік кезінде де, сәбиді емізу кезінде де балық майын қолдануға болады. Ол қандағы Е концентрациясын төмендетеді. Дәрігерлер балық майын қыс мезгілде қабылдаған дұрыс деп кеңес береді. Балық майын аузы жақсы жабылатын ыдысқа құйып, қараңғы және салқын жерде сақтау керек. Шаштың түсуін тоқтату үшін ошаған майы мен балық майын бірдей мөлшерде алыңыз. Жақсылап араластырып 5 минутқа қойып қоясыз. Содан соң шаштың ұшына жағып, орап тастаңыз. 2 сағаттан соң басыңызды сусабынмен жуып тастайсыз. Аптасына 2 рет жасау қажет. Балық майы мен жұмыртқадан маска дайындау үшін 2 жұмыртқаның сарысын 4 капсула балық майымен араластырады. Жуылған шашқа масканы жағып, жарты сағат шамасында ұстайды. Масканы сусабынмен жуып, сумен шайып тастаңыз. Ақпарат пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.